Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі хабар тақырыбы 100 қадам сот және құқықтық саладағы өзгерістер. Бүгінгі студияға келген қонақтарымызбен жалпы осы елбасының 5 институционал реформа соның ішіндегі 100 нақты қадам жайлы әңгімелейтін боламыз. Соның ішінде өздеріңізге белгілі 16-шы қадамнан бастап 34-ші қадамға дейін осы құқықтық салада заң үстемділігін іске асыруда көптеген өзгерістер жоспарланған. Бірінші сұрақ сізге, жалпы осы сот саласындағы, сот жүйесіндегі өзгерістер, прокуратура қызметінде, құқық қорғау органдары, мысалы, осы өзгерістер қаншалықты бүгін өзгерістер жасау қажеттілігі бар? Ол неден туындады? Біздің мемлекетіміздің даму деңгейіндегі бүгінгі кезеңде осы реформалар қажетті, біз қалай жеткізе аламыз? Жалпы қазақ мемлекеті, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алғаннан кейін алдымызға қойған ең бірінші мақсат құқықтық мемлекет құру еді. Әрине қазақ халқы құқық деген ұғымның төңірегінде толық өзінің өміріне кіргізе бастады. Құқықтық кеңістік толығымызбен біздің өмірімізге енді деп санауға болады. Құқық деген ұғымның өзі үш тұғырлы ұғымдардан тұрады. Бұл әділдік, бұл теңдік, бұл еркіндік. Әр кез келген азамат, Қазақстан азаматы басына күн туғанда, немесе қандай бір сұрақ туындаған кезде өзінің шешімін іздейді. Әділдіктің ең еркін салтанат құратын жері ол сот болып табылады. Сондықтан әрине сот дегеніміз, Цицеронның тілімен айтатын болсақ, бұл сөйлеуші заң. Заң дегеніміз мылқау сот. Сондықтан азаматтардың ізденісі сотқа барып өзінің әділдігіне ие болу. Енді осы уақытқа дейін де сот әділ шешім жасады, өз қызметін атқарды. Ал енді бүгін дәл сондай жүйелі түрде бірнеше ірі өзгерістер не үшін қажет? Қажеттілігі неден туды? Халықаралық стандарт деген бар. Осыған байланысты істеліп жатқан шаралар бар. Бірақ бір-бірінде келіспеуге болады, себебі біздің дала құқы бұдан бұрын ертерек дамыған. Дала. Бірақ біз соңғы кезде соған мынау совет заман кезінде көпшілікке мән берген жоқпыз. Мынау нарықтың кезіндегі бұл өзгерістер меніңше бүгінгі заң талабына байланысты болып отырған өзгерістер деп ойлаймын. Осы реформалардың негізінде енді сіздер жоғарғы соттың бүгін аттан келіп отырсыздар. Жалпы осы 5 сатыдан тұратын бұрын, мысалы, қазір жаңа талап бойынша 3 деңгейге түсіріп отыр. Осы жердегі қандай өзгерістер бар? Мысалы, қалай іске асырады, осы туралы айтып берсеңіз. Ұлт жоспарында сот саласын өзгертуге біраз мәселе аударылған. 19 қадамның ішінде 11-і сот саласына тиісті. Сот саласына жоғары сотқа ол табысталды. Осы бағытта біраз бір қызмет жасалды. Бұрында сот саласы қызметті жақсы атқарды деп айтуға болады. Бірақ та осы қажетті өзгерістер неге қажет болды деп айтуға болады. Бүгінгі нарықтың заңдары, қоғамдың өзгерістері, бүкіл әлемдік стандартқа жету үшін осындай өзгеріс қажет болды. Біріншіден айтатыным, мінекей халықтың алдында жүрген, аузында жүрген сөз, осы сот саласы бұрын 5 сатыдан құрылып еді, бүгінгі күнде 3 буыннан тұрып, 3 буынды сот саласы болып шыға келді. Уақыт қысқарды ғой. Уақыт қысқарды. Бұрын осы сот саласында қаралып жатқан істер, осы істерге қатысып жатқан азаматтар, тараптар әуре сарсаңға салып қалу мүмкіншілік болып тұрды. 3 буыннан құрылған сот, бұл әлемдік тәжірибесі бар сот. Біздің ойымызша бүгінгі істің нәтижесіне қарап отырғанда істерді тезірек қарап, әділдікке жетуге мүмкіншілік береді. Екінші жағы бар ғой, бұл жерде мысалы ағамыз дұрыс айтты, нарықтық қарым-қатынастарда, мысалы, компаниялар бір-бірімен соттасқан кезде 2-3 жылға созылып кетеді. Оның пайдасын да ұмытып кетеді. Ақшасы жаңа тоқтап қалады, тіршілігі тоқтап қалады. Мен ойымша бұл бизнеске де көп пайдасы болады. Дұрыс айтасыз. Бұл жалғыз бизнеске емес, адамдардың құқығына бәріне байланысты болады. Ал енді бұл жерде тағы да бір үлкен мәселе, ол да жаңа айтылды. Сотқа қызметке азаматтар таңдау. Енді мен ойымша бұл жерде керемет заң болуы мүмкін. Бірақ сотқа мықты азаматтар, білімді, патриот, таза адамдар келуі, мысалы, біз қамтамасыз етпесек, онда өте барлығы іске аса қоймайды деп ойлаймын. Соны қандай
талаптар қойылып жатыр? Қандай өзгерістер болады? Жалпы мына ұлт жоспар қабылданғанға дейін де сот жүйесінде білімді өзінің отанын халқын сүйген азаматтар қызмет істеген. Дегенмен осы үлкен мемлекеттік бағдарламаның қабылдануына байланысты сот саласына қызмет келетін кандидаттарға үлкен қатаң талаптар қойылып жатыр. Ұлт жоспарын нақты жүзеге асырудың 17-ші қадамында бұл тараптар кеңінен таратылған. Атап айтатын болсақ, қазір сот саласына жоғарғы заң білімі бар, жасы 25-ке толған, сонан кейін тиісті магистратураны бітірген, сонымен бірге денсаулығын медициналық тексерулерден өткізген, сонан кейін жоғарғы моральдық өзінің жаңағы мінез құлқының қасиеттері бар адамдар тартылуға тиіс. Қазіргі қойылып отырған талаптардың ішіндегі маңыздысы бізде сот жүйесінде қызмет істеуге ниет білдірген азаматтар кемінде 5 жыл сот жүргізу процесіне қатысқан тәжірибесі бар. Сот мәжілісінің хатшысы ретінде, сот маманы ретінде, прокуратура саласында істеу, содан кейін қорғаушының көмекшісі болып істеген, немесе жалпы заң саласында кемінде 10 жыл тәжірибесі бар азаматтар тартылады деген талаптар қойылып жатыр. Кездесуге адам бармайды ғой. Иә, осы кезеңнің бәрін олар өту керек. Онан кейін келесі кезең міндетті түрде 1 жыл ақылы судьяның жалақысының 50-70% сақтала отырып, 1 жыл тағылымдамадан өтуге тиіс кандидат. 1 жыл тағылымдамадан өтіп болғаннан кейін кандидат облыстық және оған теңестірілген соттардың жалпы отырысында олардың жаңағы өткен тәжірибесі қорытындыланып бағаланады. Судья қызметіне дайын ба, дайын емес па деген, оны алғаннан кейін, судья болып тағылымдан кейін тағы 1 жыл сынақ мерзімін өтеді судьялар. Міне осы сынақ мерзімі біткеннен кейін олар жаңағы біздің жоғарғы соттың жанынан құрылған сот жүйерінде өзінің кәсіби біліктілігінің деңгейін көрсету жөнінде емтихан өтуде сатылар өзгертілді. Бірінші, мынау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарын білу және оны тәжірибемен ұштастыруды білу үшін компьютерлік тест тапсырады. Екінші, мынау сотта болып жатқан жағдайларға теңестірілген құқықтық ахуалдарға байланысты тәжірибелік сұрақтар қойылады. Үшінші, бұл судьялар жаңағы олардың мінез құлқын анықтау үшін сондай тесттен өтеді. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде енді заңдарды білу бойынша тесттерді біз білеміз. Бірақ адамгершілік қасиеттері, азаматтық қасиеттері қажет. Қалай анықталады? Мысалы, ол сұрақ болуы мүмкін. Және біздің тұрғындардың, жалпы біздің азаматтардың пікірі ескеріле ме? Әрине, жаңағы кандидаттың сотқа өтетін кандидаттың мәселесі қаралған кезде сол қоғамдық пікір ескеріледі. Бұл Қазақстан Республикасының жоғарғы сот кеңесі туралы, және біздің Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы конституциялық заңға енгізілген өзгерістер төңірегінде. Жаңағы сынақтардың 3-ші түрі ол психологиялық қабілеттерін тексеру. Енді қазір бұл да керек шаруа, өйткені қазіргі сот саласына келетін адамдардың өмірлік тәжірибесі, өмірге деген көзқарасы, оның білім деңгейі, содан кейін жалпы сот жүйесінің алдында тұрған міндеттері, түсіну қабілеттері әртүрлі ғой азаматтардың. Осы мәселелерді анықтау үшін, осы 3 деңгейден өткеннен кейін, ол жаңағы судья болып сайлануға ол азаматта мүмкіндік туады. Жаңа өздеріңіз жақсы айтып кеттіңіз. Жалпы сот жүйесі бұл тек қана мемлекеттің ішіндегі емес. Біз енді қазір біраз мемлекеттермен қарым-қатынастарымыз бар, экономикалық қарым-қатынастар, жаһандау процесс. Біз енді интеграциялық көптеген ұйымдарға кіреміз, жаңағы дүниежүзілік сауда ұйымына, кеден одағы бар. Осы жерде сот жүйесі және инвестициялардың байланысына қандай әсері бар, мысалы? Сырттан инвестиция көп келу. Ал елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев осы жайында біраз өзінің ойын айта келіп, инвесторлық сот құру жайлы пікір тастаған болатын. Бұны халық өз деңгейінде әртүрлі қабылдады. Әрине бұл көбінесе жер қойнауына байланысты, біздің еліміздің, ұлтымыздың байлығына байланысты, экологиямызға байланысты, және біздің ауамызға байланысты осы мәселелер жөнінде қарастырылатын болып табылады. Бізде үлкен мәселе бүгін қоғамда болып жатқан кемшіліктер көбісі көп нәрсесі сот жүйесіне байланысты.
егер осыны дұрыс істейтін болса сот жүйесі, онда бұндай тапсырмалар алдымызда елбасы қоймас еді. Кейбір ыңғайсыз жағдайларда не себептен бүгінгі инвесторлерді ең жоғарғы деңгейі қалалық Астана қалалық сотында, одан кейін жоғары сотта қарау себебі сенімсіздікке байланысты. Инвесторлар сондай талап қойды. Сіздер сот жүйесіне өздеріңіз өзгерістер енгізіңіздерші, біз сенейік, сонда ғана біз келе аламыз, сонда ғана біз инвестиция ала аламыз деп. Сенімсіздік пайда болғаннан кейін елбасы ойланды, қалай істеу керек осыны? Қандай жүйе бар? Міне жаңа 3 сатыға көшу, екінші арнайы коллегия құрылу. Арнайы. Инвесторлар соның ішіндегі мен оқып шыққаным, даудың бағасы 2 миллиард 240 миллион. 4 миллиард 242 миллион. 4 миллиард. Сонда ғана осындай істер жаңағы коллегияда қаралу мүмкін. Бұны айтып отырған себебім, егер де біз осы бағытқа бұрылатын болсақ, онда инвесторлердің де бізге сенім пайда болады. Сонда ғана біз осы жүйесіндегі өзгерістерге, сонда ғана инвесторлер түсінеді. Қазақстанға сенуге болады, инвестиция салуға болады деген. Бұрын ірі инвесторлар өздері келетін, қазір енді кіші орта бизнесқа көптеген инвесторлар шақыруымыз керек. Сол себептен халықаралық тәжірибені жинаймыз. Мысалы осы талапқа, осы өзгеріске қандай дайындық шаралар жасалып жатыр? Мысалы, қандай өзгерістер бар? Рахмет. Бұл ісінің құрметті Ирақ ағамыздың айтқанына келіспеуге болады. Неге десеңіз, осы арнайы алқаны құрылу мақсаты себебі осы инвесторлар, ірі инвесторлар, басқа инвесторлар біздің Қазақстан Республикасының сот саласына сенбегендігін емес. Бұндай істерді қараудың өзінің бір ерекшелігі бар. Манағы сіздің айтқаныңыздай, біздің елге, біздің экономикаға бүгін осы экономиканың жағдайында инвесторларды шақырғанымыз, келгеніміз қажетті болып тұр. Сол себептен ол істер келгенде, инвесторлар келгенде, сол істердің істерін болған кезде тез арада сапалы түрде қаралсын. Сол себептен біз заңға мынандай өзгеріс кіргіздік. Астана қаласында арнайы құрам құрылды. Астана қаласы бүкіл Қазақстан бойынша инвесторлардың істерін осы жерде бірінші саты ретінде қарайды. Апелляция жоғары сотта қаралады. Сонымен тез арада сапалы түрде іс қаралып бітеді. Жаңа айтылып атқан ірі инвесторлар манағы көрсетілген мөлшерінде шынында да 4 миллиард 242 миллион теңгеден асқан дау болса, оны жоғары соттың ішінде құрылған арнайы мамандырылған сот алқасы бар. Сол сот алқасы бірінші саты ретінде қарайтын болады. Тез арада қаралады, сапалы қаралады. Мақсат бұнда осындай тез арада істерді қарап, заңды түрде шешімді күшіне кіргізу. Неге десеңіз, экономика тұрып тұрған жоқ, күнде өзгерістер болып жатыр. Сол себептен іс тезірек қаралып, инвесторлар жұмысына кірісу керек. Қазақстанда Астананың ішінде арнайы қаржы орталық құрылды. Оның сонда ерекшелігі бар. Оның ішінде өзінің соты болады, өзінің арбитражы болады. Бүкіл әлемдік тәжірибені біз зерттегенде, ондай орталықтар Сингапурда бар, Малайзияда бар, Лондонда бар, тағы өркендеген елдерде болып тұр. Олар қажеттілігін пайдаланып, бүгін сол органды дамытып жатыр ары қарай. Сол себептен біз де соны алып тұрып, үйретіп, соны пайдалануға кіріп жатырмыз. Оның ерекшелігі заңды пайдаланғанда шетелдің заңын пайдаланды. Шетелдің судьялар қатысу, шетелдің тілімен қарауға. Неге десеңіз, инвесторға ол күнделіккі жұмысына өздеріне үйренішті нәрсе. Ал енді нақты сот процесі қалай жүреді? Мысалы, осы жерде ашық жария түрде жұмыс істеу, бұл бірде-бір талап. Мысалы, осы салаға қатысты қандай өзгерістер жоспарланып отыр? Қазір бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша бізде шамамен 1400-дей сот мәжілісінің залдары бар. Осы залдарда негізінен осы аудио бейне түсіру мәселелері толық қамтылған деп айтылуға болады. Осы залдардың шамамен 950-інде жаңағы АБТ жүйесі енгізілген. 100%-ға қашан жетеміз осы? Осы жылдың аяғына дейін жоспарланып отыр. Биылғы жылдың аяғына дейін жету. Ал мына Алматы және Астана қаласы бойынша ол 100% қамтылған.
Ал енді 100% түсіру міндетті ғой. Иә, ал енді бұл не қажеттілік қандай деген сұраққа келетін болсақ, әрине, бұл жаңағы сот процесі жүріп жатқан кезде сот процесіне қатысушы тараптардың жағынан заңдылықты сақтау. Соның кейін кейбір жағдайда бір құқықтық жағдайлар туып қалуы мүмкін сот процесі кезінде. Жаңағы сол мәселеге анық көз жеткізу үшін кімнің тарапынан сондай құқық бұзушылық орын алғандығы. Соның кейін мына процестің толық мәнді жан-жақты даудың қаралуына көз жеткізу үшін бұл өте қажетті жағдайлар деп ойлаймыз. Қазір енді жоғарғы сотта жалпы сот жүйесінде республика бойынша сот жүйесі бағдарламасы кеңінен қолданылуда. Бұл бағдарламаның қазір қорытындыларымен бүкіл қазақстандықтар оның нәтижесін көріп жатыр. Мысалы, өткен жылы, 15 жылы, осы сот кабинеті арқылы соттарға 382 мың құжаттар келіп түскен соттарға 382 мың. Оның ішінде сотқа өзі бармай-ақ интернет арқылы тұрып, интернет арқылы. Оның ішінде 310 мыңы талап арыздар. Соның кейін шығарылған сот шешімдеріне апелляциялық кассациялық ағымдар өткен жылы қадағалау сатысы болған қадағалау арыздары. Сонымен қатар мобильдік сот кабинетінің жүйесі енгізілді. Бұл да қазақстандар үшін өте тиімді жағдай. Мобильдік жүйе туралы біз айтып кеттік, соған дайындаған ақпаратымыз бар. Экранға назар аударуыңызды сұраймын. Мына сот жүйесіне келушілерді хабарландыру жүйесінде бұл мобильдік өте кеңінен қолданылып жатыр. Соның кейін кейбір шалғай аудандарда мынау мобильдік байланыстың болмауына байланысты, мынау қазіргі ЦОН дейміз ғой, сол орталықтарда да қызмет көрсетіп жатыр халыққа. Соның кейін мына біздің жоғарғы соттың... Бұл жерде мысалы анау сот болды, мен білмей қалдым, естімей қалдым, қатыспадым, сол үшін дейтіндерге... Мысалы, тағы да бір ресми статистика келтіру болады. Өткен жылы 1 миллион 200 мың іс бойынша сол мобильдік байланыс арқылы 8 миллион төңірегінде хабарламалар жасалған. Енді бұл жағдай көрсеткіш жылдан жылға артып келе жатыр. Қазірде біздің жоғарғы сотқа келіп жатқан мысалы хабарламалардың көп дені электрондық жүйеде болып жатыр. Бұл халыққа өте тиімді. Халық бұған көзі жетті тиімді екенін. Сондықтан жоғарғы сот және оның департаменті бұл салада өзінің жұмысын ары қарай жалғастыра береді. Мысалы, бір күнде, бір тәулікте біздің жоғарғы соттың жауапты порталына шамамен 50 мыңға жоқ адам кіріп өзіне тиісті мағлұматтарды алады екен. Бұл жаңағы анау мемлекеттің порталдарына айтып 50 мың адам бір күнде кірмейді, ол жақсы көрсеткіш. Соңғы 2 жылдың ішінде осы біздің жоғарғы соттың осы көрсеткіш бойынша республикалық деңгейдегі мемлекеттік органдардың ішінде 2 жыл қатарынан бірінші орынға шығып отыр. Рахмет жауабыңызға. Ал енді бұл жерде біз мынандай реформаның ішіндегі негізі мынау сотталатын адам өзі қорғалуына мүмкіншілік беру. Екі тарапта бірдей жағдай жасау. Бірақ осы өзгерістердің біреу прокуратура қызметкерлері мынау азаматтық құқықтық сот отырыстарына қатысуын азайту. Осы жердегі біздің азаматтар түсінбеуі мүмкін. Прокуратура неге ол жерде бару азаяды? Бұрын азаматтық іс жүргізу кодексінің талаптарына сәйкес прокурор 8 санаттағы азаматтық істерге қатысатын. Қазіргі таңда бұл жерден біз кету мәселеміз көп жаңағыдай процестерден. Ол жеке мынау азаматтардың дауларына араласпау. Негізгі сот ісін жүргізу қағидаттары ол тең құқықтық және мынау жарыспалықты сақтау. Соны кері әсерін тигізбеу. Бір жаққа шығып кетпеу ғой. Сонда мысалы сіздер қасақана ма жоқ, бір кездейсоқ па бір жағына шығып кетуі мүмкін ғой. Мысалы бұл жерде әрине екі жақ бірдей. Екі тарап болса, оны прокурор бір жағын жақтап жатса, екінші тарап әрине айтады, неге бұл менің құқықтарым қорғамайды, жаңа басқа тараптың құқығын қорғайды. Бұл жерде сонда екі жақта екі адвокат, ортада сот болады. Сол жарысқан түрде екі жақ өзінің жаңағыдай тең құқықтылық принципімен шешіледі бұл жерде жаңағыдай мәселе. Қандай сот отырысына онда прокурорлар қатысады? Мүлдем қатыспай ма сонда? Қазіргі таңда 3 санаттағы азаматтық істер қалып отыр. Ол біріншіден мемлекеттік мүдделерді қозғайтын азаматтық істер, екінші ол қоғамдық мүдделерді қозғайтын, және үшінші
ол өзін өз бетінше қорғай алмайтын азаматтардың жаңа құқықтары қаралып жатқан кезде. Осы жерде мынандай бір сұрақ туындайды. Әрине біз мысалы сот жүйесі жақсы жүйелі түрде халықаралық тәжірибемен реформа жасалды. Жаңағы біз прокурорлардың қызметін азайттық. Бұл жерде мынандай мәселе туындайды. Азаматтарымыз дайын ба осыны өзгерістерге? Адвокаттар дайын ба? Құқықтық сауаттылық жеткілікті ма? Осы бойынша айтып беріңізші. Мысалы, қандай азаматтардың алдында немесе адвокаттардың алдында жаңа талап туындайды бұл жерде? Бұл кезде өте маңызды басты мәселелердің бірі заң мамандарды даярлайтын жоғарғы оқу орындарға қойылатын талаптар жоғарылау керек. Себебі бүгін бізге ашық болды. Бұрынғыдай теориялық деңгейде біліммен келіп, тәжірибелік іске кірісіп кету мүмкіндік аз. Себебі өте көп кездеседі, қазір ешкім жасырмайды. Бірінші курсқа түскен студент 4 жыл оқып жатқан кезде заңдардың кейбірі өзгеріп кетеді. Сондықтан олар келгенде алдында жаңағы оқып келген заңдар жоқ, басқа заңдар күтіп тұруы мүмкін. Сондықтан әрине оқу орындарында, оқу мекемелерінде біз қазір құқықтық ахуалдық есептер беру, кейстік тапсырмалар беру жүйесін енгізу керек. Оларды тікелей тәжірибеге жақындатуымыз керек. Әрине көп айтады, мына дуальды білім беру, ол тікелей техникалық білім берумен байланысты деп. Жоқ, оны тәжірибемен теорияны байланыстыру керек, ұштастыру керек. Студенттерді дайындаған кезде, болашақ мамандарды дайындаған кезде біз сот тәжірибесін өте кіргізуіміз керек. Екіншіден, жаңа Салық Зимановтың бір айтып кеткен сөзі бар. Судьялардың басына обал келтіретін немесе басына дау тудыратын өздеріне байланысты. Судья біріншіден өзі тәуелсіз болу керек. Екіншіден мүдделі тараптардан тәуелсіз болу керек деп. Әрине, судьялардың қазіргі дайындығы бойынша кіргізіп жатқан реформаның нәтижесінде судьялар өзінің тәуелсіздігін толық сезе бастады. Прокурорлардың азаматтық іске қатысуы туралы әңгіме қозғағанда, бұл әңгіменің саяси қоғамдық қажеттілігі туралы айту керек. Мәселе бұдай, қазір елімізде мынау нарықтық қатынастардың тереңдеуіне байланысты, еліміздің экономикасының қарыштап өсуіне байланысты болып отыр прокуратураның азаматтық істер бойынша қатынасуын шектеу. Біз прокуратура органдарының конституциялық орган екенін, оның қызметі халыққа, қоғамға керек екенін ешқандай шек қоймаймыз. Бірақ кез келген азаматтық іс бойынша прокурордың қатысуының қазір қоғамдық қажеттілігі жоқ. Өйткені қазір соттарда қаралып жатқан істердің мазмұны өзгерген. Өйткені экономикада қоғамда көптеген өзгерістер болды. Сондықтан прокурордың қатысу қажеттілігі жоқ ол жерде. Жаңағы прокурордан келген әріптесім айтып кеткендей, заңда қазір нақты көрсетілген прокурордың қандай істер бойынша қатысылуы, қандай істер болмаса қатыспауы. Кез келген жағдайда өзінің құқын өзі қорғай алмайтын азаматтардың құқығын қорғау қажет. Міне осы шарада прокуратура қатысады. Сонан кейін негізгі мәселе, мына жаңадан қабылданған біздің азаматтық істер жүргізу кодексіне енгізілген сот пен прокурор іске қатысу мүмкіндігі қажет деп табылған жағдайда прокурор іске қатыса алады. Соттың бастамасымен. Бұл деген жағдай, жаңағы соттарда істі қарағанда заңдылықтың сақтауына сотқа қатысушы тараптардың, ол заңды тұлға болсын, ол жеке тұлға болсын, солардың құқықтарының бұзылмауына бұл кепілдік беретін жағдай. Соңғы жылдың ресми статистикасына қарасақ, мысалы өткен жылы соттарда шамамен 680 мыңдай іс қаралып, шешімдер шығарылды. Сол істер бойынша не бары 77 мың іс бойынша ғана прокурорлар қатысқан. Бұл барлық қаралған істердің 11% ғана. Ал енді апелляциялық тәртіпте қаралған істер бойынша прокурорлар не бары бүкіл республикаша шамамен 1000 ғана наразылық келтірген. Ал кассациялық тәртіпте бар болған 500 ғана наразылық келтірген. Ал мына бақылау тәртібімен 94 ғана наразылық келген. Бұның өзі осы келтірген мәліметтер прокуратураның азаматтық істерге қаншалықты қатысудың қоғамдық қажеттілігі бар екеніне дәлел болып тұр. Сондықтан бұл міндетті түрде қатысу керек па, керек жоқ деген мәселе, ол жөнінде дау тудырудың керек жоқ. Бұл қоғамдық қажеттіліктен туындап отыр. Сондықтан мына жаңа реформаларды жүзеге асыру үшін сондай қажеттіліктен туындаған мәселе 100 қадамның 26-шы қадамы ретінде мына ұлт жоспарына кіргізіліп отыр. Мен осы жерде бір байқалатын нәрсе, мынау сот қаншалықты ашық жария түрде жұмыс істесе, прокуратура өз қатысуын азайтатын болса, жалпы адвокаттардың рөлі күшейеді. Мысалы, біз кинодан көреміз, батыс мемлекеттерінде адвокаттардың айтқан сөзі жұрттың барлығы жаттап айтып, не керемет. Қазір соңғы кезде біз елімізде байқаймыз, дау шыққан көптеген бір сот отырыстарында мықты адвокаттар пайда болып, өз
ойларын жеткізіп дәлелдеп жатыр. Мен ойымша бұл да бір мәселе мынада болып тұр. Мәселе мынада болып тұр. Мынау ұлт жоспарына байланысты қазір әңгіме тек қана прокурорлардың азаматтық істерге қатысуы бойынша. Мұнда қылмыстық істер туралы әңгіме жоқ, азаматтық істер бойынша. Бұл жерде басты назар аударатын жағдай біздің қазір халықтың құқықтық сауаттылығы артты. Сонан кейін мынау қазір азаматтық істер бойынша өкілдерінің қатысу мәселесі реттелді. Қазір бізге 2014 жылы азаматтық істер жүргізу кодексіне енгізілген өзгерістер бойынша өкілдер тек қана жоғары білімі бар адамдар қатысады азаматтық іске. Сондықтан қазір азаматтардың өздерінің құқықтық сана сезімі көтерілуіне байланысты, сонан кейін жаңа өкілдердің қызметтерінің реттелуіне байланысты жаңағы азаматтарға құқықтық көмек көрсетудің, қызмет көрсетудің тетіктері шешілді деп ойлаймын. Сондықтан азаматтар өзің жаңағы деңгейін білет, егер дауға қатысуда мүмкіндіктерін пайдаланғысы келетін болса, өзі де қатыса алады, өкілді де қатыстыра алады. Бұл мәселе солай. Әрине, адвокаттардың, заңды жақсы білетін адвокаттардың қатысуы мына үлкен даулар бойынша. Ол енді сотта жақсы заңды шешім қабылдануына ол әсерін тікелей тигізетін фактор. Жалпы мен ойымша азаматтардың арасында жалпы сот жүйесін насихаттауда адвокаттардың рөлі қазір күшейіп келе жатыр. Сіз бірақ жақсы ой айттыңыз, мынау азаматтардың құқықтық сауаттылығын көтерілу, өздері дайындықпен бару, өз заңдарды білу және құқықтық сауаттылық көтерілу үшін әрине ашық ақпарат болу керек. Осы қазір 100 қадам ішіндегі бір ірі қадамы мынау заңбұзушылықтың картасын жасау. Ол бірінші кезекте не үшін? Біріншіден, қай жерде қандай қылмыс болды, құқық қорғау органдар қалай араласты, қалай оны тіркеді. Бұрын жауып тастайтын, білмей қалатынбыз. Мысалы, сол карта туралы прокуратура қолға алды, сол туралы айтып берсеңіз. Елбасымыздың 100 нақты қадам ұлт жоспарының 38-ші қадамы орындауында қылмыстық құқық бұзушылық картасы интернет порталын құру тапсырма берілген. Осы карта. Міне қазір сол картаны сіздерге біз көрсетейін деп отырмыз. Бас прокуратура үлкен жұмыстар атқарды. Біздің сервисқа кірсеңіз, мына ақпараттық сервистен көрсетіледі. Сол жерде геоақпараттық жүйелер бөліміне кірсеңіз, сосын қазір біздің мемлекетіміздің картасы ашылады. Мына геоақпараттық біздің мемлекеттің карта. Көріп отырсыздар, түрлі түспен біздің облыстар көрсетілген. Қызыл қылмыстық көп тіркелген жерлер, сосын қоңыр, сосын сары және жасыл. Бұл экранда қазір оң жағыңызда «Э» деген әрпі бар, соны «Э» әрпін басайық. Сол кезде мұны бүкіл біздің мемлекетімізде мына кешегідей қанша қылмыс тіркелген, облыстарда, Астана, Алматыда қанша қылмыс тіркелгенін көріп отырсыздар. Және енді осы экранның сол жағындағы функционалды бассақ, бұл жерде қылмыстық кодекстің баптары. Бұл әкімдерге, ішкі істер, құқық қорғау органдар бәріне өте керек, себебі кез келген анықтамаларды, жаңа анализдер жасай алады. Мысал үшін, қанша ұрлық жасалды сол районда, облыста. Және жақсы бір, енді бір облыстарға көшейік. Мысал үшін, Қарағанды облысын алайық. Қарағанды облысында көріп отырсыздар, бүгінгі күнге дейін 4441 қылмыс тіркелген. Бұл осы күнмен салыстырғанда едәуір төмендеген. Енді сол сияқты район деңгейінде, районның аудан әкімдеріне өте керекті. Себебі қазір білесіздер, жергілікті полиция құрылды, жергілікті полиция әкімдерге бағынады. Сондықтан әкімдерге өте ыңғайлы. Әкімдер күнделік аудан бойынша шықты. Біз Есіл ауданын алдық. Есіл ауданында 970. Бұл жерде жергілікті полиция жауап береді. Жергілікті полиция жауап береді. Және бұл әкімдерге қазір жауапты ғой. Әкімдер де көреді. Ол жерде қылмыстың қалай екен. Тек қана әкім емес, мен айтайын. Азаматтар көреді. Азаматтар көреді, бәрі көреді. Азаматтар салық төлейді. Ол салықтан полицияға айлық береді, көреді мысалы. Мына біздің Астанамыздың картасы. Астанамыздың картасы көріп тұрсыздар, мына нүктелер қай жерде қанша қылмыс тіркелген. Мысалы үшін көріп тұрсыздар 26. 26 ол біздің Хан Шатыр деген орталығымыз. Бұл жерде көп боламыз сонда? Енді ол барлық сауда орталықтарында көп болады. Барлық жаңа азаматтар көп шоғырланады. Азаматтар көп барады, себебі ол жерде көріп отырсыздар. Ол жерде азаматтың арызданған арнайы кітапша бар, кітапшадағы номер, қай орган тіркеді, қашан тіркеді, қандай бап, сосын оның ауырлығы, қылмыстың ауырлығы.
Азаматтарға бұл жерде ыңғайлылығы енді азаматтар біз былай істедік. Біз қазір барлық азаматтарда смартфон бар ғой. Сондықтан біз смартфон азаматтар жаңа осы неге мобильдік версиясын жасадық. Олар қазір қай жерде тұрады, болмаса балалары қай мектепте оқиды, қай университетте оқиды, болмаса қай жерде жұмыс істейді. Мысалы үшін өзіміз балаларымыздан мегаға барып ойнаған жақсы көреді ғой. Меганы алайық. Меганы алу үшін бізге жазылу деген функционал бар. Жазылу деген функционалға кіресіз. Сосын жаңағы сізге қай не керек, сосын электрондық өзіңіздің адресіңізді көрсетесіз. Сізге күнделікті керек па, 2 күнде бір керек па, аптасына 1 рет керек па, қандай қылмыс тіркелді, ақпарат келіп тұрады. Күніге десеңіз, күніге ақпарат келіп тұрады. Мен мысалы балам қай жерге көп барады, мен соны қылмыс қаншалықты ол жерде дамыған көруіме болады. Ол радиус бойынша 4 шақырымға дейін радиус. Сол шақырымда сізге бүкіл қандай қылмыс тіркелді, ақпарат беріп тұрады. Сондықтан бұл білім беру саласына өте ыңғайлы. Мектептің директорларына мысалы үшін өздерінің мектебінде айналасында қандай қылмыстар тіркелгенін біліп отырады. Және бұл ең біріншіден, жаңа мен айтқаным, әкімдер білу керек, өздерінің облысында, ауданында қандай қылмыстар тіркеліп жатыр, ахуал қандай, оны қалай төмендету керек. Қазір жаңа жүйеге өте ыңғайлы ғой. Бұрын полиция республикаға, министрлікке қарайтын. Қазір жергілікті полиция бар. Әкіммен тағайындалады, әкімге бағынады. Жергілікті азаматтарға есеп береді. Соны ашық жария түрде жұмыс істеу керек. Солай ғой. Сондықтан бұл өте ыңғайлы өзіміздің азаматтарымызға. Ал енді бұл жерде мысалы қылмыс туралы айтып жатырмыз. Жаңа жергілікті полиция. Ал қазір сот жүйесіндегі өзгерістерде тергеу судьясының жаңаша рөлдері бар. Мысалы соны түсіндіріп беріңізші. Тергеу судьясы деген рөлі қандай? Өткен 15 жылдан бастап 1 қаңтардан біздің сот саласында қылмыстық процесқа тергеу судьясы деген институты кірілді. Бұл біздің практикамызда бірінші рет болған жаңалық. Міне 1 жылдан асты тергеу судьясының нәтижесін келтіруге болады. Тергеу судьясының құзырында 13 санкция болып еді. 1 қаңтардан биылғы жылдан бастап тағы да 4-і қосылды. Ол қандай деп айтамыз? Қарауды, алуды, тінту, жеке тінту дегенде. Сол себеппен бүгін 16 санкция тергеу судьясы беріледі. Біздің 16 берді бізге. Әлі қаншасы қалды? 6 ма? 16. Енді әлі біразы бар. Бұны біз бір күнде алуға мақсат қойған жоқпыз. Неге десеңіз, бұл өте сондай ауырлы жұмыс. Бірақ та менің қазір айтайын дегенім, осы 1 жылдан асқан тәжірибенің қорытындысына қарағанда, сот саласы осындай қызметті атқаруға дайын болды. Сіз осыған қандай пікір қосар едіңіз? Жалпы бұл өзгерістер қаншалықты нәтижелі болады? Бұл мәселені біз баяғыда қойғанбыз. 2009 жыл екен. Енді қазір құқық саласының қызметкерлері басшылары қарсы болған. Бүгін көрдіңіз ғой. Бұның бір жақсы жері бар. Бұл үлкен мәселе, бұл судьялардың тәуелсіздігін көрсетеді. Ең үлкен мәселе осы. Себебі жасыратын ештемесі жоқ. Іс қарап отырған кезде 4 көз бәр жан-жақтан қарап отырады. Судьяның әрбір іс қимылына. Қазір судья тәуелсіз. Сондықтан ол тәуелді болмайды бұларға. Ал енді құрметті студия қонақтары, бүгін біраз мәселелер талқыладық. Әрине, өзгерістер өте көп. Жан-жақты, жүйелі. Барлығын бір хабардың төңірегінде айтып шығу қиын. Дегенмен де қазір енді телекөрермендеріміз көріп отыр. Түйіндеп, бір ой, бір жарты минуттан ғана әрқайсыңыз, мысалы, осы реформаның қаншалықты нәтиже беретінін, немесе біздің азаматтар қандай бір жаңағы дайындық жасау керек, қалай қатысу керек осыған, жалпы бизнеске қандай бір ұсыныстарыңыз бар. Осы туралы әрқайсыңыз бір жарты минуттан айтып шықсаңыз, түйін ретінде. Сізден бастайық. Реформасы да бұл терроризм сияқты. Қоғаммен бірге сот жүйесі де дамиды. Сондықтан бұл өзгерістер, мынау атамыз қазақта мынау ненің әдет ғұрыптардың озығы бар, тозығы бар деген сөз болады ғой. Бірақ жаңа өзгерістер бұл кіргізіліп тұру керек сот жүйесіне. Сот қоғаммен бірге дамып, сол жүйелерді іске асырып,
қоғамдық қатынастарды реттеуде роль атқарып отыру керек. Сондықтан мынау біздің өзгерістер бұмен тоқтап қалмайды деп ойлаймын. Біздің қоғам, мемлекет алға дамыған сайын сот жүйесінде де әлі өзгерістер болып тұрады, оңды өзгерістер болып тұрады. Ол өзгерістерді мына халықтың, қоғамның қажеттілігінен туындайды. Сондықтан егер қоғамда азаматтар жаңағы сондай пікір білдіріп жатса, қоғамның даму әсер етіп жатса, сот жүйесінде де өзгерістер болады. Қазақ мемлекетінің мақсаты бүгінгі күнде алдымыздағы өркендеген елдің қатарына кіру. Ол үшін экономикамызды жақсарту, құқықты дұрыстауымыз керек. Құқықты дұрыстау деген не? Жан-жақты адамдардың, мемлекеттік органдардың, тұлғалардың, заңды тұлғалардың құқығын дұрыс қорғау. Дұрыс қорғау қай жерде болады? Ол сот органында болады. Бүгінгі күнде сот саласы өркендеп келе жатыр. Реформалар жасап жатыр. Осы бәрі біздің бірінші мақсатымыз. Заңды ту ретінде, биік ретінде ұстап жүре берсек, сол бірінші мақсат. Рахмет. Сіз Ішкі істер органы бар, бүкіл құқық қорғау органдарын қоғамдық бақылау жасау керек. Бұл жаңа біз жасап жатқан интернет портал, сол қоғамдық бақылаудың бір жүйесі. Сосын мен айтайын деген әнім дегенше келесі жыл келеді, келесі жыл экспо жылы. Қанша миллион турист келеді деп Алла берсе күтіп отырмыз. Сондықтан ол мысалы біз басқа елдерде білдік, Ұлыбританияда осы картамен туристер өте керемет қолданады екен. Сондықтан біз осындай интернет карталының ағылшын версиясын жасаймыз. Сондықтан туристер келіп қолданып бізде осы қылмыстықтың бәрі төмен екенін біліп, біздің Қазақстанымыз осы дамыған мемлекеттің арасында екенін білсін. Бұл енді барлық жүріп жатқан реформалардың басты жаңағы себебі ол мынау бүкіл әлемдік системаға кіру, жүйеге кіру, стандарттарға сәйкес болу. Мынау елбасымыз қойған мақсат озық мемлекеттердің қатарына қосылу, соның салдарынан жасалып отқан реформалар. Біз бұны толығымен құптаймыз да, қолдаймыз да, әрине өз үлесімізді сот мәртебесін, құқық қорғау мәртебесін көтеру біздің басты мақсатымыз болады. Үш мәселеге аударайын деп отырмын өзім пікірімді. Бірінші жаңа айтып кетті, қорғаушылар институтына байланысты процестік қатысушылар тең-бе-тең болуы. Прокурор да, адвокат та ең үлкен мәселенің бірі осы. Ол бір. Екінші, жаңа қорғаушылардың аудандағы қарапайым қорғаушы бала жоғары сотқа дейін арызданады. Меніңше болашақта біз осындай бір өзгеріс енгізуіміз керек. Жоғары сот жанында өзінің арнайы коллегиялар болу керек, адвокаттар коллегиясы, облыс көлемінде, аудан көлемінде. Сонда ғана біз бүгінгі жаңа бағана айтты ғой, халықтың құқықтық сана сезімін өзгерту үшін әуелі біз өзіміздің қорғаушыларды көтерейікші деңгейін, ең бірінші. Сонда сапалы болып шығады деп ойлаймын. Үшінші, бұқаралық ақпарат құралдарында жиі сын айтылып жатады. Осыған байланысты мен ана жолда айтып кеттім, тағы да айта кетейін деген, естісін жоғары соттың мүшелері, судьялары. Айтылған сынға жауап берілу керек. Жариялы түрде. Сонда халықтың арасында сотқа деген сенім деген көтеріледі. Мен осы мәселелерге болашақта мән беру керек. Менің ұсынысым Қазақстан Республикасының азаматтары біздің құқықтық жүйеден қорықпау керек. Біз заңға сенуіміз керек. Біздің заң тек қана азаматтарға жазылады. Сондықтан өзіміздің құқықтық сауаттылығымызды жоғарылатып, әр қашан сотқа әділдік іздеп баратын болсақ, сол жерден әділдік салтанат құрып шығатын болса, онда біздің мемлекетіміз құқықтық мемлекет құрғанның белгісі болып табылады. Біз оған сенеміз, азаматтарды әр қашан шақырамыз. Сондықтан да білімді, өте жоғары сауатты заңгер мамандар дайындаймыз. Ал енді бүгін осы құқықтық салада, сот жүйесінде көптеген өзгерістер болатын, жүйелі өзгерістер болатын. Біз бүгін көзіміз жетіп отыр. Көп заңдар қабылданды, реформа іске асырылып бастады. Енді оның барлығы нәтиже береді деп сенеміз. Ең бастысы бұл сот жүйесін, құқық қорғау жүйесін өзгерту мақсат емес. Бұл қажеттілік. Және осы өзгерістер қоғам дамуына, экономикамыздың дамуына бір ерекше серпіліс береді деп сенеміз.
мынау осы жасап жатқан жұмыстарыңызға барлығына сәттілік тілегім келеді. Ал енді құрметті телекөрермендер, өздеріңіз бүгін көптеген болатын өзгерістер туралы хабардар болдыңыздар. Ең негізінен әрқайсымызға байланысты, әрқайсымыз осы заңдарымызды құрметтеп, заңды бұзбай, соттың әділдігіне сеніп, құқық қорғау органдары азамат үшін қызмет жасайтынына сеніп, бәріміз жұмылып, осы мемлекетіміз құқықтық мемлекет және демократиялық мемлекет болуына атсалыссақ, бұл мемлекетіміз одан әрі дамиды және гүлдене береді деп ойлаймын. Осымен хабарымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.